Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге шоколадты пирог жасайтын боламыз. Мен пирогтың астына банан бөліктерін салдым. Ал сіз өз қалауыңыз бойынша банан салмай-ақ пирогтың өзін пісірсеңіз де болады. Ең алдымен 230 грамм ұн, 65 грамм какао ұнтағы және 1 шай қасық қопсытқыш пен ванилинді електен өткізіп аламыз. Үстіне 280 грамм қант салып араластырамыз. 60 грамм өсімдік майын өлшеп алып құямыз және 260 грамм сүт, 60 грамм сары май мен 2 дана жұмыртқаны салып, алдымен силиконовая лопаткамен жақсылап араластырамыз. Ал содан соң блендермен араластырамыз. Бізде осындай қою пирогтың қамыры дайын болды. Мен пирогқа ерекше дәм қосу үшін астына бананды турап саламын. Сіздер банан салмасаңыздар да болады. Енді осы дайын болған қалыптағы пирогымызды қызып тұрған 150 градустағы духовкада 60 минут пісіреміз. Ал енді пирогтың үстіне безендіру үшін шоколадты ганаш жасайтын боламыз. Ол үшін бізге керегі 120 грамм ыстық 33% сливки және 120 грамм бөлме температурасындағы шоколад. Екеуін бірге араластырсақ болды. Шоколадты ганаш дайын болады. Пирог пісіп болған соң 30 минут суытып, шоколадты ганашты суыған пирогтың үстіне құямыз. Міне, бізде осындай өте жұмсақ, нәзік, банан қосылған шоколадты пирогымыз дайын болды. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Бізбен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Каналымызға жазылып, осы видеоға лайк басып, комментарий жазып қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.